Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үй жағдайында және де хит болып жүрген бонипай пирогын бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Ұнаса лайк, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен достар, біз тестамызды дайындап аламыз. Мен сіздерге описанияға қалдырып кетемін тестаның рецебін. Сосын оны 2 сағат холодильникте сақтап, сосын алып, кез келген пирогқа қолдана бересіздер. Мен енді бонипай пирогын қолданып жатырмын. Осылай жайып, арнайы формаға салып, бір текст етіп қойып шығамыз да. Сосын осылай вилканың көмегімен шетін барлығын туралап, әдемілеп, ортасын кесіп шығасыздар. Мінекей дайын, пешке салып, 180 градуста 20 минутта пісіріп аласыздар. Достар, мінекей менің тестам дайын, осылай пісіп шығады. Сосын бетіне мен сгущенканы текстен жағып, бананды осылай жұқа етіп турап, әдемілеп, біз пирогтың бетіне сәндеп, яғни дөңгелектеп қойып шығатын боламыз. Кремімізді дайындаймыз. Кремге сливки, творожный сыр және де сахарный пудраны салып, миксерлеп жібереміз де, осылай формасын ұстайтындай крем жасап шығып, біз пирогтың бетіне осылай шариктерді шығарып, сәндеп қоямыз. Бір текст қылып барлығын полный жағып болғаннан кейін бетін әсемдікке какаоны сетамен әдемілеп сеуіп шығасыздар. Мінекей достар, біздің бонипай пирогымыз дайын. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сенбесеңіз, жасап ұнаса комментарияға пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Және мені бетімді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын.